Бәріне сәлем, достар. Менің есімім Айымжан. Бүгін сендерге фармакологиядан сабақ өтемін. Қазір мен қосайын демонстрацияны. Бүгінгі біздің тақырып ол глюкокортикостероидтар. Қабынуға қарсы стероидты препараттар. Енді қабынуға қарсы препараттарды өтпес бұрын, ең алдымен қабынудың не екенін тоқталып кетейік. Қабыну бұл ағза тіндерінің зақымдануға жауап ретінде дамыған күрделі қорғаныс реакциясы болып табылады. Бізде қабынудың мақсаты жаңа зақымдаушы факторды жою және тіндерді қалпына келтіру болып табылады. Бізде қабыну тудыратын заттар, биологиялық активті заттар бар, оларды басқаша медиаторлар деп атайды. Гистамин, серотонин, кининдер, простагландиндер және де басқа да. Енді қабынудың үш кезеңі бар: альтерация, эксудация, пролиферация. Альтерация кезінде какой-то бір сыртқы фактор немесе ішкі фактор зақымдайды. Оған қарсы бізде қан тамырларының өткізгіштігі артып, эксудация сатысында сүйектің тіндерге шығуы болады. Төртінші сатысында пролиферация, тіндердің қайтадан қалпына келуі болады. Енді осы қабынуға қарсы дәрілер қабыну процесін тежейтін дәрілер болып табылады. Бізде қабынуға қарсы дәрілер екіге бөлінеді: стероидты емес. Сендерге естіліп жатыр ма, достар? Естіліп бар. Осы стероидты препараттардың стероидты емес препараттардың айырмашылығы, бұлар жасуша ішілік рецепторлар арқылы әсер етіп, гендік транскрипцияға ықпал етеді. Бізде жаңағы жасушаның ішіне кіріп, цитоплазмасынан, потом ядросына барып, сол жердегі солай қабыну тоқтатады. Ол қалай? Енді жаңағы бізде қабынудың 5 белгісі бар: температураның көтерілуі, қызару, ісіну, ауырсыну сезімі және функциясының бұзылуы. Осы қабыну нәтижесіне түзілетін бізде көрінетін симптомдар болып табылады. Енді глюкокортикостероидтар бізде әсері өте кең спектрлі болып келеді. Олардың көптеген фармакологиялық әсері бар. Оған тоқталатын болсам, бізде ең алдымен адаптогенді әсері. Оны қалай түсінсек болады? Бізде әртүрлі физикалық, психологиялық күйзеліс кезінде жаңағы стресс гормонын, кортизол гормонын бөледі, бізде осыған қарсы тұра алады, бейімдейді. Одан кейін глюкозаның түзілуін арттырып, энергияны көбейтеді. Қабынуға қарсы ауырсынуды басатын әсер, ол жаңағы қабыну аймағына әсер ету арқылы, фосфолипаз А2 ферментін тежеу арқылы әсер етеді. Қызуды түсіреді. Ол жаңағы гипоталамуста орналасқан термореттелу орталығын тежеу арқылы іске асады. Жалпы мембрана тұрақтандырушы. Бізде жаңағы лизосомалар және де жасушаның мембранасы соны тұрақтандыру арқылы қабыну медиаторларының бөлінуін азайтады. Ісінуге қарсы ол жаңа қан тамырлардың өткізгіштігі артқан кезде қандағы сарысулар сыртқа тіндерге шығып ісіну шақырмайтын беді, ал бұл кезде қан тамырлар өткізгіштігін төмендетіп, бізде ісінуге қарсы әсер етеді. Одан кейін аллергияға қарсы әсері. Ол кезде гистаминнің, серотониннің, басқа да медиаторлардың бөлінуін тежейді. Одан кейін эозинофилдердің белсенділігін төмендетеді. Енді иммунитетті басатын әсер. Жаңағы Т және Б лимфоциттердің бөлінуін, жетілуін тежейді. Аутоиммунды процестерді бәсеңдетеді. Одан кейін гемодинамикалық шокқа қарсы әсер. Ол кезде тамырлардың адреналин мен норадреналинге сезімталдығын арттырады. Сол арқылы қан қысымын тұрақтандыруға көмектеседі. Уға қарсы немесе антитоксикалық әсері. Оны қалай түсінсек болады? Бауырдағы детоксикациялық ферменттердің түзілуін күшейтеді. Құсуға қарсы әсер. Ол орталық жүйке жүйесіндегі құсу орталығына әсер етіп, оның қозуын тежейді. Осындай көптеген әсері бар екен. Енді осы препараттардың әсер ету механизмі тоқталатын болсам, бізде глюкокортикоидтар
липофильді майда еритін заттар болып табылады. Сондықтан олар жасуша мембранасынан оңай өтіп кетеді. Солай өткеннен кейін цитоплазмада арнайы стероидты рецепторлармен байланысады да, бізде РНК рибосомада РНК-ның трансляциясы жүріп, соның әсерінен бізде осы қабынуды реттейтін ақуыздарды синтездейді. Липокартин деген осы негізгі ақуыз болып табылады. Ол ақуыз бізде жаңағы қабынуға қарсы ақуыздардың синтезін липокартинді арттырады. Цитокиндер мен хемокиндердің тежегіштерін өндіреді. Келесі қабынуға жауапты гендердің транскрипциясын, жаңағы интерлейкин 1, интерлейкин 6, ісік некрозушы фактор альфаны тежейді. Қабынуға қатысатын ферменттер, мысалы циклоксигеназа 2, фосфолипаза А2, соларды тежейді. Келесі қабынуға қарсы әсердің механизмі. Мына глюкокортикостероидтар фосфолипаза А2-ні тежеу арқылы мына жердегі бүкіл процесс тоқтатады. Сонда осы қабыну процесін түбінен бастап жойып тастайды. Бізде ешқандай қабыну процесі болмайды, тоқтайды. Ал қабынуға қарсы стероидты препараттар олай істей алмайды. Олар жаңағы қабыну процесі жүре береді, бірақ тек қана симптомдарын ғана алады. Келесі бізде оның көрсеткіштері, қолдану көрсеткіштері қай кезде қолданады? Коллагеноздар кезінде, дәнекеттің аурулары, ревматизм, ревматоидты артрит, жүйелі қызыл жегі кезінде, бүйрек үсті безінің жеткіліксіздігі кезінде, Эддисон ауруы. Және де басқа да гипофункциясы, бүйрек үсті безінің жеткіліксіздігі кезінде қолданылады. Жедел аллергиялық реакциялар, күйең кесінуі, қышыну, крапивница, анафилаксия кезінде қолданылады. Бронхиальды астма және де астмалық статус кезінде. Аутоиммунды аурулар, гломерулонефрит, тиреоидит кезінде. Сосын органдардың, тіндердің трансплантациясынан кейін иммундық реакцияны басу үшін. Шок және коллапс жағдайлары кезінде. Қан қысымын төмендетуге көмектеседі. Төмендеуі болған кезде көмектеседі. Өкпе мен мидың ісінуі кезінде. Қан аурулары және кейбір қатерлі ісіктер, лейкоз, лимфома кезінде. Уланулар мен интоксикациялар кезінде. Енді бұның классификациясын тоқталатын болсақ, табиғи синтетикалық деп бөлінеді. Табиғи кортизон, гидрокортизон. Ол біздің жаңағы бүйрек үсті безінен бөлінетін табиғи гормон болып табылады. Синтетикалық ол әртүрлі лабораториялық әдістер арқылы жасалынатын осының аналогтары болып табылады. Оған преднизолон, метилпреднизолон, дексаметазондар айтсақ болады. Енді бұның екі түрі бар: жақпа-май түрінде, мазь, сосын аэрозоль түрінде. Мазь түрінде міне адвантан, метилпреднизолонды қарасақ болады. Одан кейін аэрозоль түрінде будесонид айтсақ болады, басқаша пульмикорд, міне аэрозоль түрінде қолданылады, ингаляциялық. Келесі бізде сендерде фармакологияда берілетін классификация. Табиғи гормондар, синтетикалық дәрілер және құрамында фторы бар деп бөлген. Табиғи гормондар, енді осының үшеуінің айырмашылығы қандай? Бізде фторы барлар, олар тоже синтетикалық болып табылады. Табиғи гормонның қабынуға қарсы әсері мыналарға қарағанда әлсіз болып келеді. Ал мыналардың қабынуға қарсы әсері мынанікі орташа, мынанікі өте күшті болып келеді. Прям бірнеше есе күшті қабынуға қарсы әсері. Мынаның әсері бізде 8-12 сағат әсер ететін болса, мына 18-36 сағат, мына 36-78 сағат. Сонда синтетикалықтың әсері табиғиға қарағанда ұзағырақ болып келеді. Бірнеше күнге дейін әсер ете алады. Енді минерал кортикоидтық әсері табиғи болғандықтан, ода минерал кортикоидтық әсері жоғары болып келеді. Ол дегеніміз қалай? Ағзамызда натрий мен суды ұстап қалу арқылы ағзамызда көптеген ісінуге алып келеді. Синтетикалықты оның ісінуге алып келу орташа, кейде алып келеді, кейде келмейді. Ал фторы барлар өте сирек алып келеді ісінулерге. Қолданылуы табиғи бізде көбінесе жаңағы бүйрек үсті безінің гормонның жеткіліксіздігі болады ғой, сол кезде мысалы Эддисон ауруы кезінде қолданылады, ұзақ уақыт бойы емделуге. Синтетикалық фторы жоқ, олар жүйелі аурулар кезінде, мысалы ревматоидты артрит деген секілді созылмалы аурулар, сосын қабыну кезінде,
қолданылады. Ал синтетикалық фторы барлар бізде шұғыл көмек кезінде, шок кезінде, анафилаксия кезінде, бронхиальды астманы ұстату кезінде біз көмек көрсету кезінде тез арада көмектесу арқылы осыны алдын алатын боламыз. Енді дозасы, табиғидың дозасы 20 мг деген, ал мынанікі 5 мг, мынанікі 0,75 деген. Сонда мынаның әсері аз болғандықтан бұның дозасы да көп болады. Мынанікі орташа, мынанікі өте аз дозада, потому что бұл өте күшті әсер етеді. Және де тез уақытта, аз уақыт аралығында тез әсер етуге көмегін береді. Келесі. Енді бұның жағымсыз әсерлері. Жағымсыз әсерлері бізде ерте және кеш деп бөлінеді. Ерте әсерлеріне ол ісінулер, отеки. Бізде ол жаңағы көбінесе табиғи глюкокортикостероидтар кезінде болады. Натрий және де судың жиналуынан пайда болады. Бұл денедегі сұйықтық көлемінің артуына алып келеді. Қан қысымының көтерілуі, қан айналымдағы сұйықтық көлемінің, жаңағы бізде натрий мен су ұсталды, натрий ұсталынды, натрий өзімен бірге суды алып жүреді. Соның әсерінен бізде оттегі көбейеді, айналымда қанның мөлшері көбейгендіктен ол жаңағы қан көбейді ғой, жүрекке сонда қан көп барған кезде жүректің лақтыру күші де көбейеді. Сонда жүрек соғысы жиілеу, тахикардия болады деген сөз. Бұлшық әлсіздігі, жүрек ритмі бұзылуы, бұл неге байланысты? Бізде натрий ағзамызда ұсталып қалғанымен, бірақ зәрмен бірге калий көп шығып кетеді. Қанда гипокалемия болады. А калий бізде бұлшық етте және де жүректің қызметінде өте маңызды рөл атқарады. Егер калий ағзамызда азаятын болса, бұлшық еттердің әлсіреуіне алып келеді. Ал жүрек ритмінде ол әртүрлі аритмияларға, ырғағының бұзылуына, электроөткізгіштігінің бұзылуына алып келеді. Оны аритмия деп атаймыз. Одан кейін ішек атониясына алып келеді. Кальций иондарын азаяды. Соған байланысты ішектің перистальтикасы әлсірейді де ас қорыту жүйесі нашарлайды. Адамда тамағы сіңбейді, одан кейін метеоризм болады деген секілді клиникалық көріністер болады. Енді кеш пайда болатын эндокриндік жағымсыз әсерлер. Эндокриндік. Бұл дегеніміз бүйрек үсті безінің қыртысының қызметінің бұзылуына байланысты болып келеді. Жаңағы егер біз осы гормонды бере беретін болсақ, және де резко тоқтатып қоятын болсақ, оны тоқтату синдромы деп атайды. Синдром отмены. Организм өз гормондарын жеткілікті түрде өндіріп үлгермейді. Осыған байланысты бізде науқастың жағдайы күрт нашарлап кетеді. Науқас препаратты қабылдап жүреді, например, бір созылмалы аурумен ауырады. СКФ-пен, например, красная волчанкамен. Сол кезде қабылдап жүреді, жағдайы жақсарып қалады. Осын қабылдамай қойын, шаршап кеттім деп ішпей қояды. Ол кезде бірнеше күн жақсы болып жүреді, бірақ науқастың жағдайы күрт нашарлап кетеді. Осыны тоқтату синдромы деп атаймыз. Келесі бүйрек үсті безінің жеткіліксіздігі. Біз ұзақ уақыт бойы глюкокортикостероид қабылдаған кезде бүйрек үсті безі жалқауланып, гормонын жеткілікті өндірмей қояды. Енді ақуыз алмасының бұзылуына байланысты бізде қалпына келу, репаративті процестер баяулайды, соның әсерінен жараның жазылуы нашарлайды. Қаңқа бұлшық бізде бұлшық етте ақуыздардың рөлі күшті ғой, протеиндердің. Ол қаңқа бұлшық еттері атрофияланып, миокардтың дистрофиясына алып келеді. Потому что қоректік трофикалық жеткіліксіздік болып жатады. Бұлшық еттер әлсірейді, жүрек бұлшық еті зақымдалады. Одан кейін көмірсу алмасының бұзылысы кезінде стероидті қант диабеті болады. Ол дегеніміз бізде жаңағы глюкокортикостероид қабылдағанда инсулинге төзімділік, резистентность артып, қанда глюкоза деңгейі жоғарылайды. Даже ақуыздар бізде амин қышқылдарына дейін ыдырап, бауырға барып, бауырдағылардың бәрі глюкозаға айналады.
Вот солай бізде оны стероидты қант диабеті деп, потому что бізде стероидты препараттарды қабылдағанға байланысты май алмасуының бұзылысына байланысты өзгерістер ол иценко-кушинг синдромы дамиды. Ол кезде ай тәрізді бет болады, майдың дене бойында біркелкі таралмауы болады. Мысалы, мына бетінде, мойнында, одан кейін ішке жиналуы, көбінесе мынау орталық аймақта. Сосын арқасына жиналады. Вот мына иценко-кушинг синдромы кезінде болатын әртүрлі симптомдар. Енді минералдық алмасудың бұзылуына байланысты бізде остеопороз болады. Жаңағы кальций өте аз болады дедім ғой, зәрмен көп шығып кетеді. Соған байланысты сүйектің тығыздығы төмендейді. Өздігінен болатын сүйектердің сынуы болады. Сосын жаңа эмалі әлсіреуінен бізде көптеген кариеске бейімділік пайда болады. Балаларда өсуінің тежелуі пайда болады. Енді кеш метаболитикалық жағымсыз әсерлерге бізде стероидты асқазан жарасы. Бұл кезде бізде жаңа айттық, осы глюкокортикостероидтардың әсер ету механизмінің кезінде бізде қабынудың нәтижесінде түзілген простагландиндер азаяды. Енді простагландиндер оның бір жақсы қасиеті асқазанның шырышты қабатын қоршап тұрады. Соны қорғайды. Өзінің жаңағы тұз қышқылы бар емес пе? Соның өзінің шырышты қабатын ыдыратып жібермес үшін осы простагландиндер қорғап тұратын еді. Ал стероидты препараттар біз ұзақ уақыт қабылдайтын болсақ, ол осы простагландиндердің түзілуін тежейді деген сөз. Солай бізде асқазан жарасына алып келеді. Орталық жүйке жүйесіне әсер етеді. Соған сай бізде әртүрлі ашуланшақтық, ұйқысыздық, психоздың белгілері пайда болады. Мысалы, мінез құлқының бұзылуы, галлюцинациялар пайда болуы мүмкін. Адамда тромбозға бейімділік болады. Ол қалай десеңдер, осы глюкокортикостероидтар эритропоэтинді, ол эритропоэтин дегеніміз эритроциттерін көбейтетін гормон болып табылады. Ол бүйрек үсті безінен бөлінеді тоже. Соның бөлінуін арттырады. Соның нәтижесінде бізде қанда эритроциттер көбейіп кетеді. Қан қоюланады. Соның әсерінен ол тұтқырланады. Қан ұюға бейім болып, тромбоз дамуы мүмкін. Енді осы препаратты біз жергілікті қабылдадық делік. Мысалы, ингаляция ретінде қабылдадық. Немесе жақпамай ретінде қабылдадық. Сол кезде қандай жағымсыз әсерлер дамиды. Жағылған жерде терасты май қабатында атрофияға ұшырауы мүмкін. Ұзақ уақыт бір аймақты қолданған кезде сол жердің жұқаруына алып келеді. Ол жер шөгіп кетеді ішке қарай, ойыс болып. Сосын, мысалы, ингаляциялық қолданатын болсақ, глюкокортикостероидтарды, ол кезде саныра құлақтық инфекция, кандидоз дамуы мүмкін. Мысалы, бронхиальды астма кезінде қолданатын дәрі. Ол кезде иммунитеттің әлсіреуіне алып келеді. Вот сол кезде кандида түріндегі саныра құлақтар көбейіп, ақ жабынды күйдіріп ауыратын жағымсыз иіспен осындай ауру дамиды тілде. Глюкокортикостероидтардың қолданудың ерекшеліктері. Бізде тек қана қатаң көрсетілімдер бойынша қолдану керек. Минималды тиімді дозаны таңдау керек. Біртіндеп тоқтатуымыз керек, потому что синдром отмены дамуы мүмкін. Таңертең ішу керек, ол циркадты ритмге тән болып келеді. Таңертең ішкен кезде ағзамыздағы табиғи гормон ритмі сай келеді. 6 мен 8 аралығында бізде осы кортизол гормоны бөлінетін болады. Сол арқылы, егер таңертең қабылдайтын болсақ, жанама әсерлердің алдын алып, гормоналды жүйені бұзбаймыз. Асқазанға жүктеме түспес үшін біз соны қорғаушы препараттар қолдануымыз керек. Мысалы, амиопразол деген секілді препараттарды. Енді осы тақырыпқа байланысты ситуацияға есепті алайық. Пациент 52 жаста ревматоидты артритпен ауырады. Терапевт оған қабынуға қарсы әсері үшін преднизолон 30 мг тәулігінің дозасында тағайындайды. Пациент дәріні үйде қабылдай бастайды, бірақ дозаны 3-ке бөліп, таңертең, түсте, кешке ішіп жүргенін айтады. Бір аптадан кейін ол пациентте осындай шағымдар пайда болады. Ұйқысының бұзылуы, тәбетінің қатты артуы, қан қысымының жоғарылауы, әлсіздік, ашушаңдық деген секілді симптомдар пайда болады. Енді сұрақтар. Бұл кезде науқаста жанама әсерлердің пайда болу себебі неде?
преднизолонды қабылдаудың дұрыс режимі қандай болу керек? Бұл мысалда циркадты ритм неге маңызды рөл атқарады? Глюкокортикоидтарды кешке қабылдаудың қауіптері қандай? Енді біріншісі, науқас циркадты ритмді ескермей, гормонды тәуліктің әртүрлі уақытында қабылдаған. Бұл бізде ағзаның табиғи гормондық жүйесін бұзады. Толық дозаны таңертең қабылдау керек, сағат 6 мен 8 аралығында. Бұл бір реттік қабылдау болып табылады. Циркадты ритм табиғи кортизолдың ең көп бөлінетін уақыты. Оған сәйкес қабылдаса, жанама әсерлер өте аз болады. Кешке қабылдау ұйқының бұзылуына, гипергликемияға, гипертонияға, бүйрек үсті безінің тежелуі сияқты әсерлер тудырады. Бізде гипергликемия дамиды. Және де бізде айттық қой жаңа, осы глюкокортикостероидтер қабылдаған кезде гипокалемия болады дедік. Сол үшін калий препараттарын беруіміз керек науқасқа. Және де калий сберегающий диуретики деген болады. Сондай препараттар қабылдаса болады. Осымен аяқталды. Көп рахмет, өте түсінікті болды. Назгүл болды, записьте жүре бер.